тиетін ауыр сөз айтып, тіпті жаңағы қол жұмсайтын жағдайға дейін барып жатады. Оның барлығы адам баласының мынау сабырсыздығынан әкеліп соғады. Бұл сабырлық деген үлкен күш. Бұл Алла Тағала егер адам баласына сол сабырлық деген қасиетті бойына дарытса, өмірде сол адам баласы бағындырған шың болмайды. Өйткені сабырлы құл, онымен Алла бірге. Яғни Алла бірге болған құл әр уақытта жетістікке жетеді деп ойлаймын. Жолға қатысты енді жолда келе жатқаннан кейін бір адамның жаңағы кінәсімен қаншама адам зардап шегіп тіпті өмірден өтіп кетіп жатады. Сол үшін кейбір әлемнің ғалымдары осы жолға қатысты, жол ережесін бұзуға қатысты тіпті қатаң үлкен пәтуа шығарып, тіпті шариғаттың шеңберіменен жолды жылдамдықты асыруда бұл адам өз-өзіне қол жұмсағанмен бірдей деген сияқты пәтуа шығарған елдер де бар. Сол үшін ол жай емес. Яғни бұл деген сөз үлкен жолда жүріп, үлкен аманат. Қаншама адамның сен олардың өмірін, олардың тағдырын Алла Тағала саған тапсырып беріп отыр. Яғни сенің бір қателігің сол адамдардың жазатайым әртүрлі жағдайға душар болуына сен соған кінәлі боласың. Енді өмірде адам бір баласының дұрыс жолға түсуіне қаншалықты оған сауап жазылса, ал бір адамның жолдан тайып кетуіне, бір адам бір нәрсеге душар болуына, ол тағдыр ғой солай болды деп қана емес, яғни сол тағдырың болуына сен кінәлісің деген сөз. Алла Тағала адамға таңдау береді. Сол үшін ешкімге Алла Тағала зұлым жасамайды дейді ғой, шаңның тозағындай болса да адамдарға зұлымдық жасалмайды. Әр адам баласы қандай бір шешім қабылдаса, ол сол шешіміне ол өзі жауап беретін болады. Міне біздің Алматы қаласының Көктөбе баурайындағы Қазақстандағы алғашқы осы қарияларды оқытатын орталыққа келдік. Міне осы жерде алғашқы сол 2007 жылдан бастап сабақ бергенбіз. Міне қазірде сол сабақты жалғастырып 3 жылдай уақыт болды. Осы Аманқұл ата мешітінің жанындағы Көктөбе қариялар орталығына келдік. Бұл жерден де қазір өздеріңізге міне таңғы уақытта балаларымыздың сабақ оқып жатқан сәтінен бастап өздеріңізге көрсетіп таныстырады. С сегодняшнего дня у вас есть возможность. Мы запускаем открытую информационную платформу.